Егер тефтели жасай алмай жүрсеңіз, осы рецепт бойынша жасап, отбасыңызды бір қуантып жіберіңіз. Ең алдымен жуамызды блендердан өткізіп, суын сығып аламыз. Тартылған ет, жуа, жібітілген күрішті қосып, бәрін араластырамыз. Үстінен бір жұмыртқа шағып, тұз, қалауларыңызға көре дәмдеуіштерден қосып, тағы да араластырамыз. Тефтелиге қосылатын заттардың мөлшерлерін видео астында жазып кеттім. Салмамыз дайын болғасын, міндетті түрде астынан үстіне қарай осылай ұрып шығамыз. Сонда фаршымыз шашылып кетпейді. Енді дайын массамызды домалату арқылы домалақтар жасап аламыз. Рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, каналым алға жүру үшін достарыңызбен бөлісіп, өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Тефтелиларымыз дайын. Енді табаны қыздырып, қызып тұрған майда ұнға батырып, қуырып аламыз біріңгетін. Егер тефтелиларыңызды мен сияқты ұнға батырып қуырсаңыз, екі жанында қызарып, әдемі болып шығады. Бір жасағаннан шығатын, көп уақытыңызды алмайтын және дастархан көркін ашатын бұл тағамды міндетті түрде жасап көріңіз. Дәмі енді өте керемет болып шығады. Мына рецепт бойынша бір жасап үйреніп алсаңыз, қайта-қайта жасай бересіз. Етіміздің екі жағын қызартып қуырып алдық. Енді табамызды қыздырып, май құйып, қызығасын туралған жуамызды қосып, үстінен үкіштен өткізілген сәбізді қосып, 1 минуттай қуырып, дәміне қарай тұз, дәмдеуіштерден қосып, үстіне жаңағы дайын тефтелиларымызды теріп шығамыз. Енді үстінен құйылатын соусын дайындаймыз. Қайнап суыған бір кесе суымызға біраз қасық томат, біраз қасық кетчуп, біраз қасық ұн қосамыз. Соусымызды құйып, қайнап шыққанша орташа отта, ал қайнап шыққасын баяу отта 20 минут дем жегізіп аламыз. 20 минут өтті, тамағымыз дайын. Бұл тефтелиларды қалауларыңызға көре қайнатылған күріш, картошкалы пюре немесе тек өзін дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Ас болсын.